Good day. Hello, my dear friends. Сәлем, менің сүйікті достарым. Бүгін біз present continuous tense туралы сөз қозғаймыз. Present continuous tense ол нақ осы шақта болып жатқан оқиғаны баяндайды. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк қалдыруларыңызды сұраймын. Present continuous tense мысалы мынандай сөйлемдерге мән берейік. Grasshopper is playing the violin. Шегіртке скрипка ойнап жатыр. Яғни қарап тұрсақ, is playing деген нақ осы шақта шегірткенің не істеп жатқанын баяндап. Келесі сөйлемде the cat is dancing. Мысық билеп жатыр. Is dancing. Мысықтың не істеп жатқанын бізге баяндап тұр. It is raining. Жаңбыр жауып тұр. Яғни қазір жаңбыр жауып жатқанын бізге баяндап тұр. Present continuous шағы осы шақты білдіреді. Яғни дәл қазір немесе бүгінгі уақытта істеліп жатқан оқиғаны баяндайды. Мысалы, you're working hard today. Сен бүгін қатты жұмыс жасап жатсың. Tom isn't playing football this season. Осы мезгілде Том футбол ойнаған жоқ. Present continuous шағы өзгеріп жатқан ситуацияны да баяндайды. Мысалы, the population of the world is rising very fast. Not rises. Әлемнің халқы дамып келе жатыр, яғни өсіп жатыр. Біз, яғни қазіргі әлемде болып жатқан оқиғаны біз қазір present continuous шақта қолданады екенбіз. Is your English getting better? Сенің ағылшының жақсарып келе жатыр ма? Present continuous шағы қалай құрылады? To be, яғни көмекші to be етістігіміз бар, және де оған етістік, және де етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Мысалы, to be етістігінің біз алдыңғы видеолардағыдай білеміз. I болған кезде am, he, she, it, is қолданылады, және де we, you, they да біз are-ны қолданамыз. Егер де to be етістігінің жасалу жолын ұмытып қалсаңыздар, алдыңғы видеоларда қарасаңыздар болады. Мысалы, I am playing, мен ойнап жатырмын. I am not playing, мен ойнап жатқан жоқпын. Are you playing? Сен ойнап жатсың ба? Yes, I am. She is walking. Ол серуендеп жүр. She isn't walking. Ол серуендеп жүрген жоқ. Is she walking? Ол серуендеп жүр ме? No, she isn't. Яғни, to be етістігінің жасалу жолымен етістік жасалады екен. They are talking. Олар сөйлесіп жатыр. They aren't talking. Олар сөйлесіп жатқан жоқ. Are they talking? Yes, they are. The rules of adding ing. Егер де етістікке и әріпіне аяқталса, онда ол түсіп қалады. Мысалы, make, жасау, making, type, typing, smile, smiling, rise, rising, agree, agreeing. Және де егер етістік жеке дауыссыз дыбысқа аяқталса, онда ол екі еселенеді. Мысалы, stop, stopping, drop, dropping, dig, digging. Мысалы, мынандай сөйлемдерге енді қарап көрейік. The heart to sparkle деген. The heart is sparkling. Two cats on a boat to sail. Two cats are sailing on a boat. Болады. Келесі. The moon to shine in the sky. Ай аспанда жарқырап тұр. Is shining болады. Себебі the moon ол жеке дара. A man and a woman to dance in a cafe. Are dancing in a cafe болып жасалады екен. It is snowing outside. Яғни қар жауып тұр. Сыртта қар жауып тұр деген сөйлемді жасадық. Назарларыңызға рахмет. See you later. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.